Бүгін сіздермен бірге дәмі ерекше дәмді болып шығатын сұр қосылған сорпа дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Керек затымыздың барлығын дайындап аламыз. Ең бірінші тауықтың төс етін алып, өзімізге ыңғайлап турап аламыз. Тағамға керек барлық құрамды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Қазақша контентті қолдап, міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Пиязымызды турап аламыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Сарымсағымызды турап аламыз. Картопымызды тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға сары майымызды салып ертіп аламыз. Ерген сары майымыздың үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Тауық етін қосамыз, қуырып аламыз. Сарымсағымызды қосамыз. Үккіштен өткен сәбізімізді қосып, араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды барлығын салып араластырамыз. Қайнаған суымызды құйып, бетін жауып, орташа отта 15 минут қайнататын боламыз. Сырымызды үккіштен өткіземіз және де ертілген сырымызды турап аламыз. Картопымызды саламыз. 10-15 минут картопымыз піскенше қайнатып аламыз. Картопымыз пісті, енді сырларымызды саламыз. Жақсылап араластырып, 5 минуттай қайнататын боламыз жай отта. Міне біздің сыр қосылған ерекше тағамымыз дайын болды. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Нұршат.